Құрметті тыңдарман, Австралияда нең бар еді құлыным? Үшінші тарау жалғасы. Кеменің бортында ешкімді жолатпайтын жүк бар. Күндіз түні күзетеді. Оңтүстік Африка Республикасына да жеттік. Кейптаунға жетпей, Айдахар таулары деген жер бар екен. Соған аялдадық. Осы жерден кеме капитаны азық-түлік тұщы су алып аламыз деді. Кеме бір айлаққа келіп тоқтады. Бірнеше адам суға кетті. Жағалауда тұрғанбыз. Аяқ астынан атыс басталып кетті. Bir қарасам, бізден кемеден барған адамдар қашып келеді. Қап-қара адамдар қуып келеді. Қап-қара болғанда көмірден де қара түстері. Тек көздері мен тістері ғана аппақ. Жарқ-жұрқ етеді. Біздің кемедегі жігіттер мылтықтарынан оқ жаудырып, қарсы тұра ұмтылды. Сонда ғана олар тым-тырақай болып келген жақтарына қарай қаша жөнелді. Екі өкпелерін қолына алып, алқына жеткендердің сөздерінен түсінгеніміз төбелес суға таласудан шыққан. Бізден барғандар қаруларын кезеніп, суды бірінші алмақ болған екен. Бұлақ басындағылар кетіп қалып, біраздан соң қарулы адамдарды ертіп, қайтадан келген. Содан атыс басталып, бізден екі адам, орыс Әндрей мен Қытай Хунши өліп, қалғандары қашып құтылған. Бұл жақта адамдардың баспасында қару болса, өкімет билік деген жоқ болып тұрау шамасы. Әлде көшіп қонып жүрген тағы тайпалар ма екен, кім біліпті. Африка деген әлі табиғаты тұнша, адамдары жабайы болып суреттелетін еді, мен оққан кітаптарда. Бірақ ол баяғы замандар болатын, содан бері ештеңе де өзгермеген бе? Бәрімізге қару таратып берді, сусыз өмір жоқ. Мына ми айналдыратын ыстықта онсыз алысқа бармайсың. Соғысамыз, деді капитан. Бәріміз қырылсақ та су алып алуымыз керек, сусыз бәрібір өлеміз. Рас айтады, мына ми қайнаған ыстықта тамақтың керегі жоқ, су керек. Сөйтіп соғысқа қатыстым. Олар мұздай қаруланған болып шықты. Атыс басталды. Қолымда шолақ мылтық. Гүрсілдетіп атып жатырмын. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Әйтеуір бір уақытта олар қаша жөнелді. Біз қуып бердік. Біраздан соң бір көп күркеге келдік. Қабырғалар балшықтан, төбелері қамыспен жабылған үйшіктер. Бірақ іштерінде ешкім жоқ. Бәрі қашып кеткенге ұқсайды. Үйлерді аралап көрдік, ештеңе жоқ. Тонайтын ештеңе таппадық. Осыншама керей тұруға болады екен. Ештеңе жоқ-ау, ештеңе. Төсектері де шөп, сабан секілді, бірдеңелер. Нағыз алғашқы қауымдық құрылыстың адамдары дерсің. Барлық жеуге жарайдау деген азық-түліктерді сыпырып алдық. 5-6 ешкі сойып алдық. Анандай жерде жирафтарды көзім шалды. Мүйіз тұмсықтар жүр. Су сиырлар мен қолтырауындар көлге бірігіп түсіп кетіпті. Ағаштардың көлеңкесінде арыстандар мен жолбарыстар жатыр. Гиеналар кетіп барады. Бір зебраны қуып, бір ағаштың түбінде сілеусін қабанды мүжіп жатыр. Оны күтіп маймылдар отыр. Құзғындар да жинала қалыпты. Қорабыл аузы мұрнынан шыққанша толды. Осыған қарабақ, мен шынында өте алыс жаққа кетіп бара жатқанымызды түсіндім. Күннен күнге байқаймын, күн суып келе жатыр. Аспанға қарасам, жеті қарақшы өте алыста. Жердің шетінде ғана жымың-жымың етеді. 2 жұмадан кейін айсбергтер кездесе бастады. Біз Антарктикаға келе жатқан сияқтымыз. 1 жұмадан кейін айсбергтер көбейе бастады. Күн суып дірдектей бастадық. Жылы киімдер берді. Тағы 1 жұмадан кейін мұздан қаланған ұлы қорғанға келіп тірелдік. Жүзіп отырып биіктігі 7 метрдей болатын жеріне келіп тоқтадық. Бұл шынында Антарктика еді. Осы жерде мен бірінші жақыннан тірі пингвиндерді көрдім. Пингвиндер ұша алмайды, бірақ суда жүзу сүңгу жағынан алдына жан салмайды. Қалың тығыз жүндері оларды суықтан қорғайды. Су жұқтырмайды. Асыққанда суда сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жүзе алады. Адамға бауыр басып кетеді. Ұзақ уақыт жанында болсаң, сенен қорықпай, жаныңда жүре береді. Біз тоқтаған үйдің маңында толып жүрді.
адамдардан артылған ас қалдықтарын соғып алады. Судан торпедо секілді атып шығады. Биіктігі 5 метр жардың үстіне келіп бірақ қонады. Судың астында 18 минутқа дейін бола алады. 250 метрге дейін тереңдікке сүңгіп балық аулайды. Жағадан азық іздеп 1000 шақырымға дейін кетіп қалады. Ең ірісі император пингвині деп аталады. Оның бойы 120 сантиметр, салмағы 50 килограммға дейін барады. Ғалымдар олардың су астында жарты шақырымға дейін баратындықтарын анықтаған. Күн сәулесі мұхитта бар жоқ 10 метрге дейін ғана түсетіндігін ескерсек, соншама тереңдікте олар не істейді екен? Олар оңтүстік Америка, оңтүстік Африкада да кездеседі. Антарктиканың кейде 70 градусқа дейін жететін өте суық ауа райында бір-бірлеріне тығылып, кезек-кезек орнын ауыстырып отырып, жан сақтайды. Балаларын екі аяғының астындағы жылы қалтасында сақтайды. Өте балажан. Әкесі де шешесі де баланы асырап жеткізеді. Тіпті өліп қалған баласында көпке дейін бағып жылы жерде сақтайтындары да бар. Осы жерде біздерде бір сақал шаштары өскен, әбден суық сорып қарайған Еуропа нәсілдес адамдар қарсы алды. Бізге пингвин етін қуырып берді. Жердің түбінде мұзбен қаржастанып не істеп жүрген адамдар екенін біле алмадым. Оларға әкелген жүгімізді түсіріп кері бұрылдық. Бағыт батыс. Атлант мұхитында келе жатырмыз. Шексіз шетсіз су басталды. Толқындары таудай. Кемені тербеткенде аударып тастай жаздайды. Қатты жел соқса, желкендерді түсіріп тастаймыз. Айсбректер деп көп. Жанымыз мұрнымыздың ұшына келіп, Құдайға жалбарынудан басқа біздің қолдан не келеді? Осы жерде суыққа шыдамай африкалық Құсайын қайтыс болды. Денесін суға тастай салды. Қатарымыз күннен күнге азайып келеді. Барлығы 50-дей адам бармыз. Жиі төбелес болып тұрады. Біреу-біреуге тиіседі, тамағын тартып алады. Құл қылып жұмсағысы келеді. Күш көрсетпек болады. Маңайда әйел затынан ешкім жоқ. Зорламақта болады, әлсіз. Әдемі еркектер қатын болып шыға келеді. Әйелше киіндіріп, бет-әлпетін бояп, әдемі қылып қояды. Кейде өзіңде қызығып кетесің. Өз-өзіңе сенбесең, қарсылық көрсетпесең, итше жұмсайды. Қор қылады. Бір айдан асқан мезгілде алыстан биік таулардың әппақ ұшар бастары көрінді. Мұздықтар. Қуанғанымызды көрсең, жұмаққа кірдің дегендей әсерде болды. Бұл оңтүстік Америка еді. Отты жер аралы. Магеллан мүйісі. Бізді суық желімен қарсы алды. Бұл жерді баяғыда ең бірінші рет Магеллан ашқанда өте ірі адамдарды көріпті. Олардың аяқтарының іздерінің өзі жай адамдарынан 2 есе үлкен болыпты. Сондықтан ол бұл жерді Патагония деп атаған екен. Яғни үлкен аяқ деген сөз. Бұл жерде қарақшылар Үнді мұхитында тапқан алтындарын пеште қайтадан ертіп, 999 сынамалы құймаларға айналдырып, саудаға алып шығады. Бұрынғы заманда құйылған алтындар сап таза болмайды. Құрамында неше түрлі заттар болады. Қазіргі заманның талабына сай емес. Сондықтан қайта балқытып тазалайды. Сондай бір пешке алтын балқытушы болдым. Алтын деген өзі қызық металл. Тазасы жұмсақ болады. Адамдардың қолдарына, мойындарына тағып жүргендер таза алтын емес. Олар жартылайған алтыннан тұрады. Жартысы басқа металл болады. Қандай болса да алтынның адамды өзіне тартып тұратын керемет бір тылсым күші болады. Біздің қазақта алтын көрсе періште жолдан таяды деген мақал бар. Періштенің жанында адам деген не тәйірі? Бір қап боқ емес пе? Мен аяғым жерге тиісімен бірінші рет дұрыстап ойлана бастадым. Алтын құйушылардың бастығы Педро деген аргентиналық жігіт. Адам емес, адамнан садаға кетсін, сөз ұқпайды. Сөз түсінбейтін нағыз малғұнның өзі. Қит етсең қолында таяғы бар, сабалай жөнеледі. Өлімші етіп ұрып тастайды. Өлсең де бәрібір оған. Адам жетеді, адам табылады. Мен секілді құлдар толып жатыр. Күніне бір кемесін әкеледі. Кейбіреулердің жүрегін, кейбіреулердің бүйрегін, кейбіреулердің бауырын, ішкі органдарынан түк қалдырмай алады. Өлі құр денені иттерге тастай салады. Олардың адамның денесін мүжігендерін көрсең, төбешашың тік тұрады. Итке жем болмаудың бір-ақ жолы бар. Ол Педроның құлақ кесті құлы болу. Әдемі еркекті көрсе, ол бірден өзінің гареміне алып алады.
Құдайдың түрі бермегені қандай жақсы болған. Бірінші рет мен оған шын көңілімнен рахмет айттым. Есіме қай-қайдағылар түседі. Төңіректің бәрі тау, мұздықтар, көлдер, суық желдер өңменіңнен өтеді. Жабайы аңдар да көп. Пингвиндер жүр жағада. Біздер жатқан барак типтес ұзыннан ұзын салынған үйлер бір жылынбайды. Интернет, телефон деген атымен жоқ. Бұл жақты билік органдары да естерінен шығарғанға ұқсайды. Өкімет адамын көрсек жағдайымызды айтар едік. Әлде бұлар олардың бәрін сатып алып қойған ба? Ешкім бізге жоламайды. Жұмыстан тыс уақытта арақ ішу, карта ойнау, төбелесуден басқа ермек жоқ. Кейде тіпті екі адамды шағылыстырып, әдейі төбелестіреді. Қан жоса болған бейшараны ешкім керек те қылмайды. Педро құмар ойыны есірткі төбелес десе жанын береді. Бәстік етіне де бар. Екі адамды төбелестіріп, екі итті таластырып қойғандай, анау жеңеді, жоқ мынау жеңеді деп бәстіккенде ақшаны пора-пора тастайды. Ұтылып қалса бітті, бізге маза жоқ. Ашуын бізден алады. Ұтса көңілденіп, вискиден ішуге бізге де береді. Осы жерде бұрыннан істеп жатқандар мен жаңадан келгендердің арасында қырғын төбелес болды. Бұрыннан істеп жатқандар жаңадан келгендерге зорлық көрсетеді. Жұмсайды. Тілін алмасаң ұрады, тепкінің астына алады. Солармен жағаласып жүріп, ауғандық Хамауин мен индонезиялық Малаккада өлді бір күні. Итше текпілепті, ешкім байқамаған. Түнде болған іс. Қалғанымыз мен, неміс Ганыс, қырғыз Жақшыбек, Хасан мен Майкл. Мен Алматыда жүргенде Мұстафа Өзтүріктің таеквондо мектебінде шыныққанмын. Мұстафаның ол кезде аты дүрілдеп тұрған кез. Жігіттердің бәрі таеквондошы болғысы келеді. Қара белбеу сенің мықтылығының белгісі. Оған қолы жеткендер де бар, жетпегендер де бар. 10-шы данға қол жеткізгендер шынығудың шығына шыққандар болып есептеледі. Бірақ оған қол жеткізгендер әлемде саусақпен санарлық. Мұстафаның өзі оған әлі жете қоймаған болатын. Одан бері рас көп уақыт өтті. Сонда да болса анау-мынау адамға дес бере қоймаймын. Қырғыз қолдап жүреді мені. Мен оны қорғап жүремін. Екі адамға тістер бата қоймайды. Бірде қырғыз маған, сақ бол, сені біреулер аңдып жүрген ұқсайды. Екеуміз жұбымызды жазбайық деді. Сақтанып жүрмін. Ойбай-ау, менде нелер бар екен деп ойлап қоямын. Әзірше ештеңе байқалмайды. Ақыры менің орныма біреулердің қызығып жүруі мүмкін деген шешімге келдім. Менің орным табысты жер. Байқатпай әжептәуір алтын жинап алуға болады. Ал алтын жинап алсаң, бостандығыңды сатып аласың. Майкл мен Ганс өз адамдар. Ал Хасанның әлі тірі жүргеніне таңымыз бар. Құдай сақтап жүр-ау шамасы. 5 уақыт намазын қаза қылмайды. Нағыз мұсылман. Өзінің ешкімге зияны да жоқ. Бірақ оқыған тоққан көзі ашық. Қазіргі дүниедегі көптеген оқиғаларға өзіндік көзқарасы бар. Сауатты адам. Дінге деген көзқарасы да заманға сай. Қасеке деймін мен оған. Осы жер жүзінде 7 миллиард халық бар. Оның 1 миллиарды мұсылман. Қалғандар мұсылман емес. Сонда қалған 6 миллиард адам өлгенде қайда барады? Тозаққа бара ма? Жоқ, дейді ол. Құдай біреу, бірақ оған баратын жол әртүрлі. Біз тұрған жер күзетіледі. Бір таудың етегінде тұрған ескі аңғал-саңғал 60-70 жылдар салынған әптен тозған барактарды айнала тікенегі бар сым тартып, оған төк жіберіп, терең ор қазып тастаған. Жағалай қару асынған қабаған ит жетектеген еңгезердей негр жігіттер жүреді. Түрлерінен адам қорқады. Бір жегенде 5 адамның тамағын ішеді. Еңгезерде екі иықтарына 2 адам мінгенде еркектер. Еріндері қап қалың, көздері ғана ағараңдап, анда-санда сөйлегенде тістері жарқ-жұрқ етеді. Сақалдар, мұрттары қауғадай. Кейде есіркі шегіп алып тауға, аспанға оқ атады. Жайдан жай адамды ата салу түк емес оларға. Калашников автоматының дауысы шықса, зәрең ұшады. Тағы да кім өлді екен деп ойлайсың. Түнде де ешкім ұйықтамайды. Әскери өте құпия объектіде бұлай қатаң күзетілмес. Олардың көзіне түспей, үстімізден құста ұшып өте алмайды. Астымыздан тышқанда жүгіріп өте алмайды. Күзетшілер ешбір ескертпестен ата салуға құқылы. Бірде бір күзетші автоматы атпай қалған ба, әлде ерігіп отыр ма, қаруын шашып тастап, бір-бірден жинап отырған ғой. Хасанның өзі барып соқтығысыпты.
Kalashенко автоматын ол көзі жұмып тұрып жинай беретінін бірнеше рет айтқан болатын. Жалданып Вьетнамдағы соғысқа қатысқан, американдықтармен шайқасқан, соғысқа еті үйренген, қару-жарақты шашады. Қасан, қаруыңды әкел, мен жинап берейін десе керек. Жанына жақындай берген оны күзетші басқаша түсінген. Тоқта деп пе, әйтеуір бірдеме деп айғай салыпты. Екінші күзетші қуыстан атып шығып, атып кеп жіберген. Осылайша аяқ астынан ол да қаза тапты. Енді бірге келгендерден қырғыз екеуміз ғана қалдық. Бізден басқа да бұл жерде 100-дей адам бар. Арасында кімдер жоқ дейсің? Қытайлықтар, малазиялықтар, пакистандықтар, үндістер, негрлер, арабтар, еуропалықтар да бар. Бір моңғол жігіті де жүр. Жапондар мен мексикалықтар, карис, тай, лаос да бар. 40 рудан құрылған құрама халықпыз. Бәріміздің сөйлесетін тіліміз ағылшын тілі. Қайда барсаң ағылшын тілі. Ағылшын тілі болмаса, осыншама жердің әр түкпірінен жиналған 40 сан ұлттың өкілі қалай түсінесер едік. Тамақ беріп те жарытпайды. Қолдарына не түссе әйтеуір аштан өліп қалмаса болды деп ойлайтындары болуы керек. Бере береді, жесең де жемесең де өзің білесің. Аспазшы жігіт тамаққа келіңіздер деп айқай салғанда балалар секілді істеп жатқан жұмыстарымызды тастай жүгіреміз. Бір-бірімізді итере-митере таптай жаздап есікке сығылысып асханаға әрең кіреміз. Кім бірінші кіреді, сол ұп-ұзын қылып қойылған үстелдің үстіндегі тамағы молырақ құйылған ыдысына ие болады. Оны тез-тез асап жеп, қылғытып тағы да сұрауға болады. Обалы не керек? Ең бірінші бітірген 10-15 адамға тағы да қосымша құйып береді. 2 тілімнен қара нанда болады. Өзіндікіне тоймай қалсаң, өзіңнен жуастау, әлсіздеу біреудің нанын, кейде тамағын тартып алып жейтін жындылар да бар. Ет деген атымен болмайды. Бірақ оны су татыған сорпаның ішінен тауып алғанша біраз уақытың өтеді. Ламаның еті, кейде қабанның еті болады. Пингвиннің етін де береді. Екіншіге үстіне етсіз тұзды құйылған күріш кейде жарма береді. Ал үстелдің ең бас жағындағы 2-3 орынға ешкім де отырмайды. Ол жерлер кімдердікі екенін бәріміз білеміз. Шашал десе бас алатын бандиттердікі, пәлесінен аулақ. Ал қытайлықтар, каристер мен тайлықтар ештеңені талғамай жей береді. Бірде кәдімгі құртты қуырып жегендерін көзіммен көрдім. Лоқсып жүрегім айнып кетті. Кейде асханада кезекші боламыз. Отын жару, су әкелу дегенде ұсақ-түйек жұмыстар. Картоп ашуға көмектесеміз. Ыдыс жуу, есесіне қарын тоқ, қалағаныңша жейсің. Кетерде жолдастарыңа тағы да ала кетесің. Бірде жұмыстан шаршап келіп түнде ұйықтап жатқам. Біреу оң жақ иығымнан түрткендей болды. Екінші қырыма аунап түсіп жата бердім. Түс көріп жатыр екенмін. Түсімде ауылда жүрмін. 4-5 бала суға түсіп жүрміз. Күн ыстық. Бір-бірімізге су шашып ойнаймыз. Суды жалаң аяқ кешіп жүгіреміз. Шолп-шолп етіп шашыраған су тамшыларына қызыға қараймыз. Бір бала тас жалатып әуре болуда. Бұл қандай ойын екенін кейбіреулер білмес. Айта кетейін, 2 жағы жылтыр сопақ келген тасты тауып аласың да су бетіне бар пәрменіңмен лақтырасың. Сонда тас су бетіне бірде тиіп, бірде тимей 5-6 рет, кейде 10-15 рет секіріп барып суға батады. Кімнің тасы суды көп жаласа, сол жеңген болып шығады. Мен тас жинап жүр екенмін. Енді менің келген кезегім еді. Лауасты жігіт оятып жіберді. Жайма дедім ұйқылау көзімді әлі аша алмаған қалып. Сені далада біреулер шақырады деді. Шақырған несі? Түн ішінде мені не істемек? Білмеймін, 2 жігіт сені шақыр деп мені жұмсады деді ол. Жүрегім бірдеңені сезе қойды. Өткенде қырғыз жігіттің айтқаны есіме түсті. Жайдан жай емес деп ойладым мен. Біраз отырып есімді жинап далаға шықтым. Прожектордың жарығы ауланы жап-жарық қылып тұр. Бірақ ешкім көрінбейді. Қара көлеңке болып тұрған үйдің артқы жағына қарай келдім. Қараңғыда тығылып тұрған 2 адамның сұлбасы байқалды. Сендер мен іздеген. Бері қарай келіңдер дедім, дауысымды қаттырақ шығарып. Мені қорқып тұр деп ойламасын деген түрмен. Өзің кел, бер таман деді біреуі. Келдім, тани қойдым. Қытайлық пен анголалық жігіт. Қытайлықты бәріміз му деп атаймыз. Қандай мағына берерін кім біліпті.
соның атын атасам болды. Әйтеуір менің есіме сиыр түседі. Қазақтың сиырлары мө деп мөңірейді емес пе? Өзі де сиыр секілді жардай. Ал анголалықтың аты Бома. Екеуі де өздерінің мінез құлықтарымен тәртібімен басқа жұрттан бөлектеніп жүретін. Әлсізге әлімжеттік жасауға дайын тұратын. Бір-екі рет сөзге келіп қалғанбыз. Бір болмашы нәрсе үшін Жақшыбекке тиіспек болғанда мен килігіп орындарына қойғам. Біз екеу болып кеткеннен кейін шамаларымыз жетпей қала ма деп қорықты ма, жым-жырт бола қалған еді сол кезде. Енді әрқайсымызбен жеке-жеке есеп айырыспақ болды ма екен. Бір адамның өлгенін осы екеуінен көретінбіз. Бірақ қолда нақты дәлел жоқ. Оқиға түнде болған. Ешкім көрмеген. Сен қазақ, алтын ұрлап жүр екенсің ғой, деді Қытай. Мен бәрін білемін. Білсең қайтейін дедім. Бұнысы тек жай. Мені ұру немесе өлтіру үшін сыныққа сылтау іздеу екенін сезе қойдым. Ұрласам сенің әкенің алтын ұрлап жүргенім жоқ қой. Менен бұндай сөз естимін деп ойламаса керек. Не айтарын білмей абыржып қалды. Ол мені қорқып кетіп бөлсейік, ешіңді айтпа, жартысын саған беремін деп айтады деп ойлаған-ау деймін. Көмілжіп қалды. Осы кезде Ангола жағама жармаса кет. Мен білемін, қазақ, сен алтын ұрлайсың. Тірі қалғың келсе бізге бересің. Әйтпесе де бергенінде баяғыдан көзіммен бағып тұрмын. Екі аяғының арасы талтайып ашық тұр. Өзі маған жабысып алыпты. Тіземмен теуіп қалдым. Бар күшіммен. Бейшараның жанды жеріне дәл тиген екен, әлде жарылып кетті ме екен, шыңғырып жіберді. Екі қолымен баса қалып жата кетті. Бірдеңе деп өзінің тілінде айғайлап жатыр. Не болғанын бірден түсіне алмай му қатты састы. Қатты дауыстан жұрт тез жинала қалды. Жалғыз қалған Қытай қаша жөнелді. Не болды саған, не болды деп қырғызда жетті. Таеквондоның арқасы. Мұстафа Өзтүрк ағама мың рахмет деп оған күлімдей қарадым. Кейін белгілі болғандай анголалық қатты жарақат алыпты. Емдейтін дәрігер жоқ, оған инфекция түсіп кетіп, іріп-шіріп ақыры өлді. Жалғыз қалған Қытай жігіті қойдан жуас болып кетті. Бейшара сүмірейіп мәдениетті тәртіпті адам бола қалды. Кейбір адамдар болады, өзінің тек қара күшіне ғана сенеді. Күшінің асып шамасының жететін білсе, құтырып шыға келеді. Ал әлсіз екенін түсінсе, бетегеден биік жусаннан аласа, мөп-мөмеқан, бір көргенде қандай жақсы адам деп ойлауы мүмкін. Бірде Педроны сатып алуға бел будым. Алтын балқытқанда кей кезде күлдің арасына қалып қойған сынықтары болады. Соларды байқатпай жинай береміз. Олар ешқашанда пештен алынбайды. Басқа алтындармен бірге балқып жата береді. Бірақ оларды қозғамаймыз. Күн өткен сайын олар көбейе береді. Соларды Педроға берсемші, мені өліп қалды деп айта салады. Кім санап жатыр бізді? Ет жеп қойды дейді. Ал сен өз жөніңе кете бер. Кімге керексің? Жолың ашық. Дәл осылай істеген бір жігіт болды. Қазір үйіне барғанда шығар. Менің ағылшыншам әжептәуір дұрысталған. Жақсы сөйлесемін. Педрода ағылшын жігіт. Дұрысы Петр. Бірақ оны испан мақаммен айтқанда Педро болып шыға келеді. Бір күні Педро келді қасыма. Сенің атың неге қазақ, деді ол. Мен қазақпын, Қазақстаннамын дедім. Мұнда ел бар екенін естімеген болуы керек. Иығын қиқаң еткізді. Педро, дедім мен. Мен сенен өзімнің бостандығымды сатып алғым келеді. Маған азаттық бер, қанша керек? Немене, алтының тасып бара ма? Деп көзі бақырайып кетті оның. Жоқ, бірақ тауып беремін дедім. Жан-жағына қарады. Ұрлана ақырын басып қасыма келді. Қанша бересің деді. 1 келі дедім. Аз деді. 2 келі. Жоқ, 3. Жарайды деді де кетіп отырды. Ура, мен азатпын. Мен бақыттымын. Ура. Келгелі жинай берген тығып қойған алтындарыма көз салсам, біраз болып қалғанға ұқсайды. 2 келі барау, енді азақ қалды. Азақ. Сәл шыда, Түреке, шыда. Ертеңінде Педро келді асығыс. Ей қазақ, деді. Қарадым. Мені ертеңнен бастап басқа жерге ауыстырып жатыр. Қанша алтының бар? Берде кете бер. Бүгінгі түннен қалма. Өзі обалың өзіңе, деді ол.
Жанып жатқан оттың ішіне қолымды салып жібердім де, қолымның күйгеніне қарамай, күлдің бір бұрышында жатқан қомақты қанқызыл металды алып шығып, суға тастап жібердім. Ол бір жете қалды да тынышталды. Педроға ұстата бердім. Көзі жайнап кетті. Жалпы қай жерде жүрсем де, қай кезде болса да, қолына алтын ұстаған адам өзгеріп сала береді. Көздері жайнап, бетіне, көзіне қан жүгіріп, жүрісі, сөйлеген сөз өзгеріп кетеді. Бүгіннен қалмай жоғал, деді ол. Сондай бір әмірмен айтты. Мен сенің қожайыныңмын, мен сенің құдайыңмын, мен саған бостандық беремін деп масаттана, салтанатты түрде әмір етті ол. Сол түні мен жоқ болдым. Педро мені өліп қалды, иттерге тастадым деп есеп берген анық. Мен енді ешкім іздемейді. Іздеп уақыт кетіріп қайтеді. Уақыт ақша. Тезірек барынша көп алтын балқыту керек. Сонда сен адамсың. Сен байсың. Сен Еуропада, Америкада тұрасың. Сән салтанаты келіскен сарайлар мен жеңіл көліктер сатып аласың. Сыйлы білімді адамдармен аласасың. Қонаққа барасың, қонақ шақырасың. Ол жерде өзіңді білімді зиялы адам ретінде көрсетесің. Әйел деген аяғының астында жатады. Ана жерде бір үй, ана жерде бір тоқал, мына жерде бір тоқал. Әдемі актрисалармен, сұлу келіншектермен, жас қыздармен сайран саласың. Ақшаның мөріне қарамай жұмсайсың. Арасында балалар үйіне, кедейген бағалдарға тиын тебен беріп қоясың. Жай жарнама үшін, жомарт, меценат атану үшін. Жалпы сен туралы жұрт жақсы айту үшін. Соның бәрін есеппен әдейі істейсің. Ал шындығына келгенде олар бірі қалмай қырылып қала ма, аштан өле ме, оған бас қатырып жатпайсың. Патагонияның бір жақсы жері таулы, орманды жер. Тығылатын, көзге көрінбей жүретін жері жетеді. Қолымда бір баклажка су ғана бар. 3 күн жүрдім. Солтүстікті, батысты бағытқа алып жүріп келемін. Жүріп келемін дегенім жай сөз ғана. Қашып келемін. Жүгіріп келемін. Екі өкпемнің өшкені қай заман. Бірақ оған қарайтын заман ба, зытып келемін. Аяқтан аяқ, қолдан қол қамады. Жүгіремін, жығыламын, екі қолмен жерге құлаймын. Олар тасқа соғылып қанайды. Аяқтағы қай бір жақсы етік дейсің. Олар да жыртылып жолда қалды. Жалаң аяқ қалдым. Жалаң аяқ жер басып жүгіріп келемін. Қан болған аяққа қарайтын уақыт жоқ. Сол жүгіргеннен ұйықтамай 3 күн жүгірдім. 3-ші күн дегенде құлаған жерімнен тұруға мұрша болмады. Қатып қалыппын. Қанша жатқаным, ұйықтағаным есімде жоқ. Тұрсам әжептәуір тынығып қалыппын. Тек қарным ашып, асқазаным бүріп әкетіп барады. Мен қашқанда таулы жер деп батысқа қарай қаша берген екенмін. Бір уақытта жағаға келіп тірелдім. Маңайда жан баласы жоқ. Бірақ менің білуімше бұл тынық мұхиты. Австралияға дейін 12.000 шақырым. Қазақстанға дейін 40.000 шақырым. Өлдің, мамай, қор болдың деген осы түреке дедім де құлап түстім. Сол жатқаннан тұрмадым. Мені балықшылар тауып алыпты. Патагония Аргентинаның 1/3 алып жатқан қазақтың бетпақ даласындай бос жатқан дала. Отты жер аралы да Патагонияның жалғасы секілді. Екеуін Магеллан бұғазы бөліп жатса да, табиғаты ұқсас. Жартысы Чилиге қарайды, бірақ нақты белгіленген шекарасы жоқ. Ешкім күзетпейді де. Басында мәңгі мұздықтар жатқан биік таулар мен шағын қыраттар көп. Өзен көлдерде жетерлік. Орманда бар. Табиғат өте әдемі, мыңдаған аралдар бар. Жағаларын күндіз түні мұхиттан келген толқындар соғып, көбіктеніп жатады. Сосын Антарктикаға ең жақын жер болғандықтан, оның суық лебі сезіліп тұрады. Жазда күннің жылылығы 10-15 градустан аспайды. Анда-санда бір шағын ғана қыстақтар кездеседі. Оларда жергілікті тәуелше Араукан деген үндістердің тайпалары тұрады. Олар мал шаруашылығымен айналысады. Бұл жерді 1520 жылы Магеллан ашқаннан бері ол көптеген уақыт қарақшылардың мекені болып келген. Климаты қатал, үнемі соғып тұратын суық желдер. Сондықтан халық аз қоныстанған. Негізінен жергілікті үндістер, шамалы еуропалықтар да бар. Оңтүстікте атақты қарақшы Дрейктің бұғазы жатыр.
Мені тауып алғандарда осындай бір балық аулап, мал ұстап, жандарын бағып жүрген жергілікті үндіс отбасы екен. Олар менің алғашқыда кім екенімді білмей бастары қатыпты. Қойнымды ақтарып қараса ешқандай құжат таппаған. Менің құжаттарым Австралияда жоғалған болатын. Рестораннан шығып темекі тартып тұрған кезде екі азиялық адам келіп, темекі сұрап, мен оларға берейін деп қалтама қол сала бергенде бірдеңе болып есімнен танып қалғанмын ғой. Содан айдалада оянғаннан көрген емеспін. Үндістер мені Жапон ба Қытай ма деген ойда болыпты. Өйткені Аргентинада, Чилиде де олар көп ақ. Көзімді ашсам үйдің ішінде креветте жатырмын. Шешіндіріп төсек салып ыңғайлап жатқызғандары көрініп тұр. Бас жағымда бір қыз ба, жас келіншек пе отыр. Ол менің көзімді ашқанымды көріп қуанып кетіп, бірдеңе деп дауыстап бөлмеден шығып кетті. Бір уақытта жаныма бір еркекпен толықтау келген әйел келді. Менен бірдеңе деп сұрағандарын естіп жатырмын. Бірақ түсінетін емеспін. Үндісше ме, испанша ма, екеуі де маған белгісіз тіл. Менің атым Қазақ, мен Қазақстаннанмын дедім қазақшалап. Түсінсе де түсінбесе де өздері білсін. Бұл соншалықты маңызды емес. Олар бір-бірлеріне үнсіз қарады. Түрлері қоңыр-қошқыл, шаштары қара, пішіндері азиялықтарға келетін осы бір жандар туралы елімде жүргенде талай-талай кітаптардан оқып, кинолардан көргенмін. Олардың бәрінде бұл халықты жартылай жалаңаш, қолдарына садақ, найза ұстаған ержүрек адамдар қылып суреттейтін. Бірақ олардың барлығы да еуропалықтардың Америкаға жаулап алу мақсатында қоныстануға бірінші рет келгендегі кездері суреттеуші еді. Осыдан 4-5 ғасыр бұрынғы оқиғаларға небір аңыз ертегілерді қосып, адам сенбестей қылып баяндайды. Олардың салған пирамидаларын, күнге табынатындығын, адамдарды құрбандыққа шалатындарын талай рет кинодан көргенмін. Майя тайпасының өркениет туралы да әдебиеттерді көп оқығанмын. Олардың жасаған күнтізбелері өзінің дәлдігімен әлі күнге дейін ғалымдарды таңғалдырады. Бірақ қазір 21 ғасыр ғой. Бұрынғының барлығы қазір тарих болып қана қалды. Бірақ санаға осылай сіңіп кеткендіктен жүрексінеді екенсің. Мені тауып алғандарына қуанып, өз құдайларына құрбандыққа шалып жіберсе не етпекпін? Қой құрсын, әзірше онда ештеңе де байқалмайды. Төсегімнен тұрып далаға шықтым. Таудың етегіндегі ағаштан салынған жұпыны ескі үй екен. Үйдің жанында қоралар, қоршалған аран, ескі сарайлар, бақша бар екен. Көзім шалды. Сиырлар тұр байланып, тауықтар жүр қыт-қыттап. Ат тұр. Кәдімгі жылқы бар ғой, сол. Алыстан Анд таулары көрінеді. Бастарында ағарып мұздықтар жатыр. Етектерінде де қар әлі кетпепті. Ананда жерде тағы да бір-екі үй көрінеді. Далада ламалар жайылып жүр. Ұсқындары біздің түйелерге келеді. Тек өркештері жоқ демесең. Осылайша менің бостандықтағы, бірақ танымайтын жат елдегі, жат жердегі өмірім басталды. Үй иесінің ұл баласы бар екен. Ол Буинес Айресте жұмыс істейтін болып шықты. Соның киімдерін маған берген, маған шап-шақ. Аяғымда жылы етік, үстімде шапан секілді киім. Бұл жақта жылы киініп жүрмесең болмайды. Суық желдер жиі соғады. Далада ызғар бар. Аяқ астынан қарда жауып кетеді. Суық жаңбырда сіркіреп өтті. Күн ұзақ, тынық мұхиттың жағасына барып, ұзаққа көз тастап ойға шомып отырамын. Үлкен кіші аралдар көп ақ. Алыстан Ушавая деген қаланың шамдары көрініп тұрады. Есіме қай-қайдағылар түседі. Австралияға дейінгі өмірім жұмақ болған екен ғой деп ойлап қоямын. Сүйген жарым, балаларым жанымда, тәп-тәуір жұмысым, үйім бар. Ерігіп көз көріп құлақ естімеген жерге қалай ойланбастан кетіп қалғаныма таң қаламын. Есіме дүние бір қисық жол бұраңдаған. Бақтайса ерге дәулет құралмаған. Күніне 99 пәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан деген өлең жұмақтары түсіп, сәлде болса ерік жігер бергендей болады. Қайраттанып қоямын, бірақ жалғыздық жүрегімді ауыртып, шарасыздыққа бой алдыра беремін.
Австралияда болған жайтқа Смиттің еш кінәсі жоқ шығар деп ойлаймын қазір. Аяқ астынан далаға шығып кеткен өзім кінәлімін. Мені шарқ ұрып іздеп, қазір күдірлерін үзіп қойғандарын білемін. Мені аяқ астынан жоғалып кетті деп үйіме хабар берді ме екен? Дос дұшпандарым Австралияда несі бар еді? Ақымақтық дегенде шығар. Үй иесі жуасжан, аты Хуан. Оңтүстік Америкада, Бразилиядан басқа елдердің барлығының мемлекеттік тілдері испан тілі. Сондықтан испан мәдениетінің тигізген әсері барлық жерде білініп тұрады. Жаңағы үндістің атының испанша болуы осының бір көрінісі. Балаларда испанша оқиды. Газет, журнал, радио, теледидар барлығы тек қана испанша шығады. Ол ұзақ күнде ешкімге тіл қатпастан үй жұмысын істеп, темекісін тартып қана жүре береді. Анда-санда балыққа барады. Мен де ілесіп барамын. Кішкентай ғана қайғы бар, көлдер көп, қаптаған бұғаздар мен айлақтар. Ауымызды бір алғанда қайғымыз балыққа толып қалады. Хуан мен оқыған кітаптардағы немесе кинолардағы үндістерге еш ұқсамайды. Заман өзгерді, уақыт басқа, адамдардың түсінік танымы мен өмір сүру дағдылары да өзгерген. Әйелі өте ширақ, еңбекқор жан. Таңертеңнен кешке дейін бір тынбай қыбырлап жүреді, сөйлеп жүреді. Егерде ол 1 минут сөйлемей қойса, кәдімгідей елеңдеп қаламыз. Маған туған шешемдей қарады. Жылы жұмсағын алдыма қойып, баласындай күтті. Құдай деген жан. Біз әлі күнге дейін дұрыстап түсініп сөйлескен емеспіз. Менің тілімді олар түсінбейді, олардікі мен түсінбеймін. Кейде ымдап бірден айтамын. Олар да маған бірден айтқысы келсе, қолдарымен, қимылдарымен түсіндіреді. Күн сайын бірнеше сөзден жаттап жүрмін. Ертең-ақ испан тілін біліп шығатыныма ешқандай күмәнім жоқ. Жалпы адам баласы жайдан-жай біреудің тілін үйренбейді. Тек мәжбүр болса, қажеттілік туса ғана қимылдайды. Кейде мен далада Тынық мұхиты жаққа ұзағырақ қарап, ойға батып отырып қалсам, жаныма үй иесінің қызы келеді. Аты Ауа. Қалада оқыған. Жасы 20-23-тегі әйел баласының көз тартарлық түрі, нәзік денесі бар екенін алғаш оянған кездақ байқағамын. Ұзын шашын жайып жіберіп, айна алдына таранып тұрғанында бір-екі рет көз алмай тесіле қарап қалған болатынмын. Кеудесіндегі төсі ашық, жеңіл лыпадан екі анары тырсиып білініп тұрады. Бұтындағы шолақ жеңсейді оның дене мүсінін тартымды қылып көрсетуші еді. Қыпша белі мен жұп-жұмыр саны қай еркекті болмасын еріксіз өзіне қаратары анық. Қара торының сұлуы десе сұлуақ. Қыз 15-ке толған соң шашынан көп жаласы дегендей бірдемені бүлдіріп қоймасыма егеді деп қашқақтап жүремін. Осыны сезгендей кейбір қылықтарымен мені өзіне ынтықтырып ақ қояды. Бұған қоса ол өзі ашық, ақ көңіл қыз. Маңайда еркек кіндікті некен саяқ. Табиғат өз дегенін істемей қоймайды. Еркектің әйелсіз, әйелдің еркексіз күні жоқ. Адам ақылды хайуан, сезімін жасыра біледі. Ал жан-жануарлар олай емес. Олар күйлегенде ештеңеге де қарамайды. Мысықтар күйігін баса алмаса өліп қалады. Ал түйенің еркегі бура ұйыған кезде Құдай көзіне көрсетпесін, шайнап өлтіріп тастайды. Ал иттер бір-бірлеріне құмартатындар соншалықты жыныс мүшелер бір-біріне жабысып қалады. Жолбарыстар 5 минут сайын жақындасады. Ал адам. Менің әйел баласын көрмегеніме 2-3 жылдың жүзі болды. Сондықтан оның әрбір қылығы, жүріс-тұрысы мені әжептәуір елеңдетеді. Ғаламат бір күш денемнен сыртқа ытқып шыққысы келеді. Бірақ үй иесінің маған деген мейірімі мен сый-сияпаты ерекше болғандықтан мен ол қыз туралы ойлаудың өзінен ұяламын. Бір күні алыста жайылып жүрген ламаларды үйге қайырып әкелуге кетіп бара жатыр едім, артымнан жүгіріп Ауа келді. Екеуміз ымдап сөйлесіп келеміз. Ол испанша сөйлеседі. Бұдан былайғы жерде ағылшын тілі түкке жарамай, испан тілінің құдіреті жүріп тұр. Бүкіл оңтүстік Америка испанша сөйлеседі. Ауа мектептен кейін оқымаған. Үндістердің қыз баласын еркін ұстайтындығын байқап жүрмін. Бірақ ешқайда жібермей үйлерінде ұстайды.
күйеу жігітте қыздың үйінде тұрғанын қалайды. Адамдар менің не қылған адам екенімді, қайдан келген, не істеп жүрген жан екенімді әлі түсінген жоқ. Бәрін айтып беруге тіл жоқ. Бірдеңе айтқан болам. Олар түсінбейді. Сосын қолды бірақ сермейді. Мені ешкім мазамды ала бермейді. Лама өте қырсық мал. Bir жатса тұрмайды, тұрса жатпайды. Тіпті оны орнынан тұрғызбақ болып, қолыңдағы таяғымен түрткілеп, итеріп жіберсең, бетіңе түкіріп те жібереді. Маңайдың бәрі таулы тасты жер. Байқамасаң сүрініп құлап түсуің де мүмкін. Оның үстіне жабайы аңдар баршылық. Ягуар, пумалар кездеседі. Ал страустың бір түрі, нандуды атпен қуып жете алмайсың. Байқап жүрмесең болмайды. Бүкіл дүниежүзіне белгілі шиншанланы да көзім шалып қалады. Әсіресе кондорды айтсайшы. Жыртқыш құс қанатын жайғанда 3,5 метрге жетеді. Кондор жер бетіндегі ең ірі құстардың бірі. Ол 5 шақырымға дейін аспанға көтеріле алады. Еркіндікті жақсы көреді. Қолға үйретпек болсаң өліп қалады. Инектар оны Анд тауларының жаны деп атапты. Ауа менен сен бұрын қай жақта тұрдың деп сұрайды. Мен Қазақстан, Астана деймін. Ол қай жерде десе түсіндіріп бере алмаймын. Ресейді білесің бе десем білем дейді. Соның жанында деп жерге сызып көрсетемін. Мынау Ресей деп жерге Ресейдің суретін саламын. Сосын мынау Қазақстан деп оның да суретін салып көрсетемін. Енді түсіндім дейді ол. Біздің жаққа қалай келдің дейді ол. Білмеймін деймін мен. Тілім жетсе айтып-ақ берер едім. Ішімнен оның жанымда жүре бергенде қалап тұрамын. Оны көрсем күлімдеп, көңілім көтеріліп сала береді. Кейде екеуміз алысып-жұлысып ойнаймыз. Мен бастамаймын бұл ойынды. Ол бастайтын. Мен далаға шықпақ болсам, сыртқы киімімнің тұрған орнында жоқ екенін байқаймын. Киімім қайда дегендей ауаға қараймын. Бұл кезде үйде ешкім болмайды. Ол болса басқа бөлмеге кіріп кетеді де алып шығады. Маған ұсынады. Мен қолымды соза бергенде ол киімімді қайтып тартып ала қояды. Мен бер деймін, ол бермей тұра қашады. Мен қуып беремін. Бір уақытта қабырғаға барып тіреліп тұрып қалады да киімімді артына тығып қояды. Мен киімімді тартып алмақ болып, қолымды оның арт жағына созғанда денемізге тиіп кетеді. Ыстық демін сезініп балқып қоя беремін. Ұрғашының иісі сезімімді қытықтап, жылы қан өне бойыма тарап, жүрегім аласұрып, кеудеме сыймай кетеді. Осыны сезгендей-ақ ол да құтырына түседі. Қылығы тәтті-ақ. Сонда байқайтыным мен ғана емес, ол да қызарып кетеді. Ауының ылғалданғанын сеземін. Денесі жып-жылы болып кеткенін байқаймын. Көзі жымыңдап, ерекше бір тәтті күйді басынан кешкенін аңғарамын. Жасы келген, пісіп тұрған қыз. Еркек құшағын аңсайтында болар. Табиғат өз дегенін істетпей тұра ма? Оның үстіне менің де әйел көрмегеніме қаншама жыл өтті. Түсіме жиі әйелдер кіреді. Талай рет аймаласып жатып оянып кеттім. Бұндай кезде еркектің өзін өзі ұстап тұруы қандай қиын десейші. Бірақ бұл ойынның ар жағында оның да маған деген құмарлық сезімдерінің жатқанын аңғарамын. Құрметті тыңдарман, жалғасы келер санда. Жаңа оқырмандар бізге тіркеліп қойыңыздар. Құрметпен, Керек дерек арнасы.